Видеоны бастамас бұрын адамдарға сәлем жолдағым келеді. Әсел, сәлем. Нұрайка, сәлем. Ерке, сәлем. Леди Айжанка, сәлем. Алтынай, сәлем. Дилназ, сәлем. Достар, болды деп ойлаймын, және кімді ұмытып кеттім, ренжімеңіздер. Кеттік. Барлықтарына сәлем достар, және мен артыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода достар, мен сіздердің маған ең жиі қойылатын сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ал ендеше кетті. Маған ең жиі қойылатын сұрақтардың бірінші сұрағы: қандай программамен монтаж жасайсың? Бұны мен достар сіздерге соңғы рет айтқан болайын, және мен VideoPad, Video Editor дейтін программа арқылы монтаждаймын. Сіздер бұны маған әрбір видео сайын, әрбір сағат сайын күнде қоя бересіздер, және соңғы рет айтайын, VideoPad, Video Editor дейтін программа арқылы монтаждаймын. Екінші, неше жастасың? Мен 14 жастамын, яғни мен өткенде туылған күнімде 14 жасқа толғанымда видео қылып салған болатын. Үшінші, қандай программа арқылы видеоны обложка жасайсың? Мен Pizap дейтін онлайн фотошоппен жасаймын. Оны мен сіздерге айтқан болатым, және тағы да қайталап айтамын. Төртінші, қай қалада тұрасың? Мен Батыс Қазақстан облысы, яғни Ақтөбе облысында тұрамын. Бесінші, сен камерамен түсіресің бе? Міне камера. Менде камера бар, бірақ мен камерамен түсірмеймін. Маған просто камерамен түсірген өте ыңғайсыз. Сол себептен де мен ұялы телефонмен түсіремін. Вот камера. Маған өте ыңғайсыз камерамен түсірген. Сол себептен де мен әзірге ұялы телефонмен түсіремін, бірақ алдағы уақытта мына камерамен видео түсіретін боламын. Алтыншы, сен WhatsApp-та барсың ба? Номеріңді берші. Мен достар WhatsApp-та бармын, яғни номерім бар, бірақ мен оны ешкімге бергім келмейді, себебі бұл YouTube, яғни айтқанда интернет. Сол себептен де интернет қауіпті, сондықтан номерімді ешкімге бергім келмейді. Бермеймін. Жетінші, сен соткаңда қайда қойып видео түсіресің дейді. Мен достар соткамды штативке қойып қоямын, не болмаса моноподқа, не болмаса подставкаға, кез келген жерге, яғни ыңғайлы деген жердің барлықтарына қойып видеомды түсіре беремін. Және де ең жиі тағы да қойылатын сұрақ, мысалға мен DIY, не болмаса тағы да посылка ашу, сондай видеолар түсіріп жатқан кезде, мен сотканы осылайынан қойып, қолымды түсіремін, яғни қолымды ғана түсіремін. Сол кезде көбісі айтады, сен сотканы осы кезде қалай қойып қоясың деп. Достар, менде штатив бар, монопод бар, жаңа айтқандай кез келген ыңғайлы жердің барлық жеріне де қойып видеомды түсіре беремін. Я достар, осымен мен бүгінгі видеом аяқталды, және де сіздерге бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Осы сұрақтарды қоя бермеймін. Осы видеомда қарауларыңызды өтінемін, және де онысы лайк басыңыздар, менің атыма жазылып кетіңіздер, конкурсқа міндетті түрде қатысыңыздар, сілтемесі описаниеда болады. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.